Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сутаждан блеск жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге керекті заттар: ол сутаж, моншақтар, ине мен жіп, ілгіштер, содан кейін мынандай круглогубцы, ілгіштерді біріктіру үшін қайшы, сосын клей пистолет. Ал енді алдымен сутажды төртке біріктіріп аламыз. Міне 4 жолақты болды. Енді білегімізді өлшеп аламыз. Міне кішкене артығымен аламыз, себебі арасына қазір моншақтарды тігетін боламыз. Сондықтан ол жиырылып азайып қалуы мүмкін. Осы өлшем мен білегіме дәл келетін сияқты осы жерден кесеміз. Міне 4 жолақты етіп бөліп алдық. Енді арасына моншақты тіге бастаймыз. Ол үшін 4 жолақтыны бірге біріктіріп, бірінші ине мен жіпті осыған сабақтап аламыз. Осылай өткіземіз. Міне біріктіріп алдық төртеуін. Енді екеуінің арасын ашып, моншақты өткізе бастаймыз. Бірнеше рет өткіземіз, моншақ үзіліп кетпес үшін. Артық жіпті кесіп тастаса да болады. Енді келесі жолға үлкендеу моншақ тағамыз. Қаттырақ тартамыз, себебі жіптер көрінбей тұру керек. Келесі жерге қайтадан кішірек моншақ.
Мінекей мен моншақтардың бәрін тігіп болдым. Білегіме тура келді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді мына жерлерін жөндейміз. Ол үшін бізге сіріңке керек. Кейін сөгіліп кетпес үшін сіріңкені күйдіріп жөндейміз. Екінші жыл. Осылаймен сөгіліп кетпес үшін күйдіреміз. Енді осыған дуалды ілгіштерді бүйтіп тегіміз жүрсін. Енді осының арасына инемен өтіп бірінші байлап сабақтап аламыз. Сабақтап алдық. Енді ілгішті алып осыны тігеміз. Бірнеше рет өткіземіз. Міне екі жағына ілгішті тіктік. Енді бұған біреуіне енді мына жері әдемі көріну үшін мындай лентаны жабыстырамыз. Жаңа видеоның басында айтып кетуді ұмытып кетіппін, кешірерсіздер. Бізге осындай лента қажет болады. Ол үшін бізге клей пистолетті аламыз. Қызды клейді жағамыз кішкене. Міне дайын болды. Міне осындай білезік шықты. Осындай білезікті өз қолдарыңызбен жасауыңызға болады. Егер менің видеом ұнап жатса, менің каналыма жазылыңыздар. Әлі көптеген заттарды бірге жасайтын боламыз. Сау болыңыздар.